Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар алталаш. Путин қатты састы, сасқан үйрек артымен жүзеді дегендей, Путин мынау бүкіл адамзат алдында аса қауіпті қадамға барды. Бұл енді барар жер, басар тауы қалмаған Путиннің жасаған соңғы айласы болар. Бірақ бұл бүкіл адамзаттық деңгейде Ресейдің шовинистік импершілдік соғысына деген жиіркенішті, өшпенділікті, жек көрушілікті тудыра түсті. Біріншісі, олар мынау Украинадағы Кахова су қоймасын жарып жіберді. Қазір орыс тілді ақпаратты шолып отырсақ, Кахова су қоймасын Украинаның өзі жарып жіберді деген өсекті орыстар өліп талып мың қайталап, халықты соған сендіргісі келеді. Ондай өтірік ақпарат ағылшын тілде Твиттерде де орыстың жалдамалы жазғыштар тарапынан өріп жүр. Бірақ бүкіл дүние жүзі бұл су тоспасын жару Украинаға керек емес екенін біліп отыр. Америка тарап әрине бірінші кезекте Ресейді кінәлады. Ал Еуроодақ бірден, НАТО бірден Ресейді жазғырды. Демек, Еуропа мен Америка бұл мәселеде Украинаны қолдап отыр. Және бірі, логикаға, ақылға салатын болсақ, Украинаның дәл қазір бүкіл интернеті Американың қолында. Starlink, Элон Масктың интернеті, тағы басқада спутниктік интернетті пайдаланады. Және бірі, қазір Украина жері тұтасымен бәлем бай 100 деген спутник арқылы бақыланып отыр. Ал бұл су тоспасы орыстар жаулап алғаннан бері орыстың ілігінде болды. Яғни орыс меңгеруінде болды. Былтыр кетерінде тағы біраз жерін бүлдіргені ол тағы бар. Осы су тоспасы әне жарылады, міне жарынады. Және осы су тоспасының маңына орналастырылған атом электр станциясын әне жарады, міне жарады деген екі қауесет былтыр соғыс басталғаннан бері өріп жүрген. Ақыры соның біреуі іске асты. Яғни су қоймасын жарып жіберді. Ендігі екінші қауіп атом электр станциясына келуі мүмкін. Енді сіздерге қазір United States Mission to the United Nations деген сайттағы Америка құрама штаттарының Біріккен ұлттар ұйымындағы миссиясы деген сайттағы Американың Біріккен ұлттар ұйымындағы ерекше өкілі Special Political Affair бойынша ерекше өкілі Роберт Вудтың сіздерге ерекше елшісі Роберт Вудтың сөзін аударып жеткізейік. Ambassador Robert Wood, Alternative Representative for Special Political Affairs, New York, 6 июнь 2023 жыл. Енді, remarks at a UN Security Council meeting on the situation in Ukraine resulting from the destruction of the Кахова Dam. Кахова дамы, яғни Кахова су тоспасының қиратылуына, қасақана бұздырылуына байланысты Американың Security Council'ның Біріккен ұлттар ұйымында Украина ісі бойынша кездесуінде айтқан сөзі. Енді осы сөз, осы ұғым біз үшін енді өте маңызды. Өте маңызды. Бұнда бұл жиналыста олар нені айтып отыр? Бірақ ауыз сөз шабуылды орыс жасады, орыстар осыны істеді деп отыр. Қысқасы, бұл қылмысты тікеден тіке орыстан келгенін Америка екі бастан айтып отыр. Екіншіден, бұл жерде Украина бұндай сұмдыққа бара алмайды. Себебі Украинада жаңағы журналисті бар, бақылаушысы бар, кеңесшісі бар, әскери маманы бар. Оның барлығы Украин жерінде жүр. Украин олардың көзін ала тасадан тасата алмайды. Енді мына жерде сөзді қараңыздар.
Мен тіке аударайын, жаңағы. Бүйтеді. Рахмет, мырзалар. Бүгін біз Ресейдің Украинаға зорлықты басқыншылық қарекетінің тағы бір трагедиясына куә болып отырмыз. Адамдарды шошытатыны Днепр өзенінің жоғарғы ағысындағы Кахова су тоспасы қиратылды. Және осыдан барып өте қиратқыштық сипаттағы сел болды. Және бұл осы су тоспасы маңындағы 100 мыңдаған адамдардың өміріне қауіп төндірді. 100 мыңдаған адамдар осы себепті үйлерінен айырылды, туған жерлерін тастап босып кетуге мәжбүр болды. Біз оларға көмек көрсетуге кірісеміз. Адамгершілік гуманитарлық көмекті. Енді бізді өкіндіретіні. Бұл арада біздің ашық айтқымыз келетіні, бұл соғысты бастаушы Ресей. Ресей осы регионды, осы аймақты жаулап алды. Және олар заңсыз түрде осы тоспаны өздерінің ілігіне алды деп отыр. Міне, бұл сөзді мен қысқартып аударып отырмын. Бізге керектісі, біз халықтық құрылғыларды, халықтық нысандарды қасақана бүлдіруге соғыс заңында тыйым салынған. Және Женева келісім шартының қол қоюшысы ретінде Ресейдің осы су тоспасын ішіне қамтыған қауіпті күштерді пайдалануға, немесе нысандарды пайдалану, құрылғыларды пайдалануға тыйым салынған. Және қарапайым халықтардың өміріне зиян салатын осындай қарекеттерге баруға Женева келісім шарты тыйым салған. Және бұл жердегі адамдардың өлім жітімін есептеудің өзі өте қиын. Тіпті бұл Украинаның өте маңызды макроструктурасы зиянға ұшырады деп айтуға болады. Және бұл су тоспасының қиратылуы өте үлкен экологиялық апатқа және оған жалғасқан зардаптарға алып кетеді. Және осы су тоспасының төменгі етегі де өте үлкен қауіп астында. Және бұл адамзатқа астық өндірісіне де қауіп төндіреді. Сонымен қатар бұл Запорожья атом электростанциясының қауіпсіздігіне де қауіп төндіреді деп отыр. Енді бұл тоспа туралы барлықтарыңыз білесіздер. Қазірге дейін енді орыстың жаңағы өтірік ақпараты қанша улап-шулап айтқанымен, бәрібір бұл бүкіл дүние жүзі ол орысқа сенуден қалған. Қазір мына жерден мен тағы Кахова туралы біраз ақпараттар беріп жіберейін. Википедиядағы ақпаратқа негізделсек, Кахова су электростанциясы 1956 жылы жасалған, ұзындығы 240 километр, ені 23 километр. Көлемі 2155 квадрат километр. Судың орташа тереңдігі 8,4 метр, ең терең жері 36 метр. Міне, бұл өзі негізі Украинадағы 3 облысты жаңа ортасындағы 3 облысты қамтап отырған жердегі су электростанциясы. Енді су электростанциясы деймін, су тоспасы. Бұның енді су тоспасында су электростанциясы бар. Бұл енді Херсон облысы, Запорожья облысы және Днепропетровск облысы қатарлы облыстарды өз ішінде қамтиды дейді. Енді қараңыздар, бұл тау осы соғыс болғалы. Жаңа Запорожья атом электростанциясы қауіпті болып тұр. Осы электростанцияға орыстар шабуыл жасап жарып жүремі? Енді Еуропа құрлығында атом радиациясы, ураннан болатын радиациялық зиян бола ма деп адамдар шулағалы 1 жылдан асты. Және осы тоспаны жарып жібереді дегені 1 жылдан асты.
Міне көрдіңіздер, Женева келісім шартында бұндай халықтық нысандарды қиратуға тыйым салынған. Путин осы қадамға барды деген сөз, Путиннің қазір барар жер басар тауы қалмады, атарға оғы қалмады. Осы Каспийдің өзінде орыстың әскери базасынан кепке осы жуырда ғана, кеше ма, біздің уақыт бойынша енді кеше, сіздердікі бойынша енді алдыңғы күн болып кетеді, тағы да зымыран атты. Бірақ ол зымырандарынан пайда болған жоқ. Оны 100% атып түсірді. 100% атып түсірді. Зымыраны 35 қанатты зымыран атқан. 35 қанатты зымыран атқан. Оны бәрібір атып түсіре салды. Бәрібір атып түсірді. Яғни Путин өзі ойлады, мен ананы атам қиратам, мынаны атам қиратам. Яғни Ресейдің зымырандары қазір татпасқан темір болып қалды. Оған ешқандай, ол бір атса бір, екі атса екі патриот жүйесі атып түсіріп отыр. Ресей өзінің қаруының әлсіздігін білді. Ойбай, гиперсоник, хайперсоник, дыбыстан бәленесе жылдам, жаңағы не деді? Кенжал зымыраны, Искандер зымыраны деп тұрып, аузының көбік аққан орыстың барлығы алдап сулап ақшалған. Бейне кешегі лекциямызда айтқандай, Ши Цзиньпинге, ой, Американың аузынан қайтып кетеміз, Америка өндірген чипті бізді өндіреміз деп, Қытайлар триллиондаған ақшал, міне ақшада жоқ, чипте жоқ отыр. Қытайда сол чип алаяқтығына қатысқан Қытайдың мамандарын, саясаткерлерін тұтқындады, Украинада сол. Украинада сол дейме, Ресейде сол. Енді қараңдар. Америка енді осы тоспаны жару бойынша Ресейді енді бұғанға дейін, мысалы, соғыс болып жатыр оларда, Украин соғысып жатыр, қару сұрады, берді, әуеден қорғануды берді, танк сұрады, оны берді, мысалы, бәрін беріп жатыр. Дроннан қорғанатын жеңіл типте қарулар берді, хаймарс сұрады, берді, бәрін берді. Енді орыс қараса, аспаннан атқан зымыранын оны атып түсіреді. Дрон жіберіп еді, ол Иранның дроны атып түсіреді. Танктері балшық құсап, балшықтан жасаған құсап шашылып қалды. Анау жеңіл әскери техникаларын жіберіп еді, оны хаймарс атып түсіреді. Теңізде Москва, ана дүниеге әйгілі деген Қара теңіздегі Москва корабль, оны атып түсірді. Осы жуырда тағы бір оны атып, оны жүре алмайтын қып, оның жаңағы моторын жарып жіберді. Енді ол сол күйі тұр, жылжымай. Одан Қара теңізді бүкіл мына шол бақылап отыратын. Қара теңізді тұтасымен шол. Қай жерде бір металл, мысалы, білектің ұзындығындай металл шықса, сол дереу дабыл қағатын. Қара теңізде жылжыған әр кеме, балықшы кеме, бәрін көріп, қай жерде металл бар, соны шолып отыратын кемесін оны жарып жіберді. Міне сынақ ретінде Украинаның Мәскеудің кеңістігінен де дрон ұшырып жүрді. Мәскеудің өзінде анау жанармай қамбасын оны жарып жүрді. Бүкіл Мәскеудің аспаны қара түтін болып тұр. Енді қараңыздар. Бір қызығы Белгород. Қазір Белгородтағы, осы Белгородтағы билік орыс еріктілерінің қолына өткен. Білесіздер, орыс еріктілер жасағы дейтін жасақ пайда болды. Орыс еріктілер жасақ. Олар болды. Енді сол Ресей ресми түрде бөлшектенуі мүмкін. Ресей ресми түрде бөлшектенуі мүмкін. Анау Вагнердің бастығы ойбай, мен Белгородқа барам дегені, ол ана соғыс алаңын тастап шықпақшы. Путиннің сасқандығы енді сол жаңағы Вагнердің қанішер бастығы мына халықтың алдында қазір ол показуханы, яғни мына жарнаманы көп жасап жатыр. Тіпті мынау орыстарда бір кім күшті болса соған табынатын ауру бар. Мына орыстарда жалпы құл болған халықтарда кім күшті болса соған табынатын бір ауру психология бар. Енді жаңа Вагнердің бастығы Путиннің орнына шығып кетуі мүмкін. Ол да қанша. Бұлар жаңа құлдар күштілерге табынады, қара күштің елі. Енді қызық болғанда Ресейде атса зымыран өтпейді, шапса танкісі қирайды, міне тасталған болады. Енді Украинаға тағы мына Еуропадан ба Америкадан тағы қару берілген, олар мына жердің астына көмілген жарылғыш бомбаларды, миналарды тазалайды.
Ол кәдімгідей атылады екен де жерді майқандайды екен. Бұлай өзі майқандап, сол жерді майқандағанда бомбалардың бәрі жарылады екен. Сөйтіп Украина алдымен соны атып жіберіп, бір жолда жаңағы бір көліктер, танктер жүретін жолдаш болып, оның алдыға тағы атып жіберіп майқандайды екен. Сонда орыстың көмген миналарында сол адам баспай тұрып жарып жібереді екен ол. Көрдіңіздер ме? Қандай технология бәрі технология. Қысқасы ғылым білімде, технологияда орыстар айдалада қалғанын көрсетіп отыр. Енді Путинге бұғанға дейін оны жай бір соғысушы, Украинамен соғысушы деген батыс, мына Кахова су электр станциясының жарылуы, қарапайым халықтық құрылғының жарылуы. Бұл жай нәрсе емес. Бұл 100 мыңдаған адам, міне одан болатын экологиялық апат, одан болатын тарайтын аурулар, одан болатын жаңа қосалқы зардаптар міне Біріккен Ұлттар Ұйымында талқыланып жатыр. Америка, Еуропа бірден Ресейді соғыс қылмысын өткізді деп отыр. Соғыс қылмысы, адамзатқа қарсы қылмыс өткізді деп отыр. Енді осындай жағдайда Украинаға көмек тағы да арта түсті. Қазір міне жан жақтан Украинаға ана көмек береміз, мына көмек береміз, гуманитарлық көмек береміз, жаңағы анау мұна қайтадан бұл су электр станциясын қайта дұрыстауға көмек береміз. Ақ көк бәрі жүріп жатыр. Бұл жерден екі бастан бір нәрсені айтуға болады. Украинада дәл қазір сол Еуропа, Американың бүкіл журналистер, бүкіл саяси бақылаушылар бәрі өріп жүр. Және Украинаның бүкіл кеңістігінде солардың спутнигі өріп жүр. Сондықтан Украина бұл тоспаны жара алмайды. Көп адамдар ойлайды, ойба, орыстың ақпаратына сенетін, мына орыс өл десе өліп, тұр десе тұратын, орыс аспандағы күнді көрсетті, мынау күн емес ай десе, қазақтар, орыс айтты ғой, ай болса ай шығар дейтін, бұл қазақтарға енді амал жоқ. Оларға амал жоқ. Оларға сенің әкең емес, мен едім әсіл сенің әкең десе, әке, папа, май дорогой папа, мен енді білдім ғой деп бассап орысты жылай береді. Ол орыскүл қазақтарға дауа жоқ. Мәселе Украина оны жарайын деп ойласа да, мысалы Путинді батысқа жаманатты көрсетейін десе де жара алмайды. Себебі ол тұтасымен бақылауда. Және ондай адамзатқа қарсы қылмысқа Зеленский бара алмайды. Оған тек жаңағы ақыры жаңағы барар жері қалмаған, басқа шарасы таусылған, онсыз да оған не өлім не көрім деп отырған Путин ғана бара алады. Путин ғана бара алады. Путиннен басқа ешқандай бір ертең сұраққа жауап беретін, халықаралық қауымдастықтың алдында бір сұрақ болатынын білетін кез келген адам, есі дұрыс адам ондай қылмысқа бара алмайды. Енді Путинді қысудың көкесі басталды. Еуропа мен Америка бұл тоспаның экологиялық зардабынан көрі осы тоспаның аяғындағы атом электр станциясынан туындайтын зардаптан шошып отыр. Атом электр станциясында енді радиация тараса, бүкіл Украинаның астығы уланады. Бүкіл Украинаның халқы радиациялық уыттың астында қалады. Ол деген сөз бүкіл Еуропа құрлығында радиация жүреді деген сөз. Орыстардың осы су тоспасын жарудағы мақсаты, ана су тоспаны алдымен жарады, сосын су тоспаны жарғаннан кейін, қазір атом электр станциясында ана уранның жарылысынан болатын жаңағы құрылғыларды суытатын су жетіспей жатыр. Енді оған тек трубамен немесе машинамен су тасып суыту керек. Себебі оны суытпаса атом электр станциясы жарылады. Білесіздер, баяғыда қай жыл, осыдан 10 шақты жыл бұрын Жапониядағы атом электр станциясында апат болған. Соны білесіздер, мынау да соған әкеле жатыр. Яғни Путин алдымен су тоспасын жарып жіберіп, міне, оның өзін Украинаға артып қойып, енді сол су тоспасының кесірінен енді ана атом электр станциясы жарып, бүкіл Украина жерінде, сосын Украина арқылы Еуропада радиациядан адамдар өлсе деп отыр. Ал ол радиация ғасырға жалғасады, білесіздер. Міне, көрдіңіздер ма? Ғасырға жалғасады. Путин шынында сасып отыр. Ол бірден атом қаруды аталмайтын білді, зымырандарын көктен атып түсіріп жатыр. Енді оған осы қадам ғана қалды. Шынында сасқалақтады. Яғни соғыс соңғы нүктесіне жақындай түсті. Енді Еуропа мен Америка олар тек Украинаға қару беріп, жаңағы F-16 беріп, анау-мынау беріп, сұраған танкісін беріп, Германияға сен бер, Франция сен бер, сен ана снарядтарды көп жаса деп біріне бірі сөйтіп беріп, Америка ақша беріп сөйтіп отыр де, мысалы, Англияда көмектесіп. Енді мұна атом дейтін нәрсе
олардың жаңағы кейде мына демократиялық елдерде өте көп дауысқа салады. Саясаткерлер өзінің бір қандай да бір халықтың қолдауынан айырылып қалмау үшін қандай да не болмасын деп бәрін дауысқа салады. Бірдеңе десе референдум болып отырады. Өстіп созбалақтап отырған кезде енді оларды мына атом қаупі бастарын бір араға қайтадан қосады. Еуропа мен Америка жуырда тағы да шұғыл жиналыстар өткізу бек мүмкін. Осы шұғыл өткізілген жиналыста қой, мына әңгімені ары созуға кемейік. Мына Путин деген сұмырайдың көзін құртпасақ болмады деген әңгіме 100% айтылады. Себебі атом радиациясы, оны сен жаңа патриотпен де сатриотпен де қағып түсіре алмайсың. Радиация ол бәр жерге тесіп, сумен бірге ағып, топырақпен бірге барып, ол қасында гүл тұрса гүлді улап, жаңа бидай тұрса бидайды улап, күріш тұрса күрішті улап, балықты улап, ол балық теңізбен ағып Еуропаға барып, уланған бидай күріш Еуропаның халқына барып, содан ана зардап ары қарай ғасырға жалғасады. Міне оны Еуропа Америка түсініп отыр. Енді әңгіме қайда. Енді ана Лавров деген Путиннің сұмырайы айтыпты. Украинаның қолына F-16 берілмеу керек еді, ақкөк анау мынау Еуропа мен Америка отпен ойнап жатыр, ақкөк анау мынау биткен сөйткен деген әңгімені айта бастады. Оны Америка тарап бірден жауап берді. Не деді? F-16-дан қорқсаңдар, яғни Украинаның әскери әлеуетінен, F-16 берілгеннен, F-16 бомбалаушығынан қорқсаңдар, жаулап алған жеріңді шегініңдер дейді. Бұл сөзді енді кеңітіп түсіндірсең, F-16 Ресей жеріне шабуылдамауы мүмкін, Мәскеуге шабуылдамауы мүмкін, себебі оның мүмкіндігі бар, Мәскеудің тасталған жер. Бірақ енді жаңағы жаулап алынған Ресей, жаулап алған Украин жер дегенде жаңағы Днепр халық республикасының жерін, Луганск халық республикасының жері, енді жаңағы Бахмут, одан кейінгі Қырым, енді осы жерлерде F-16 тура қақ шекесінен атып, сол әскери нысандарды, әскери базаларды, қару-жарақ қоймаларын бәрін атқылау, осы су тоспасы жарылысынан кейін басталады деп ойлаймын. Себебі ескерту берілді. Сендер жаулап алған жерлеріңнен шықсаңдар, онда Украинаның әлеуеті, шықсаңдар мәселе жоқ деді. Ол деген сөз жаңағы Лавровтың сөзіне жауап. Украинаға берілмеу керек еді деген сөзіне жауап. Енді қызық. Мысалы, кеше бүгін Нью-Йоркта далаға шығу мүмкін емес. Кеше деген ауа дегенің бір сұмдық бәле болып тұр. Сұмдық түттім ба, тұман ба, түсінбейсің. Мен енді жаңа өмір бойы тек қана мына орыстардың зұлымдығын, тағы басқа жаңағы осы иттігін көріп отырған халықтың бір өкілі ретінде мен бұны бірден орыстар бірден істеді ма деп ойладым ғой. Сөйтсем бұл Канададан бір дала өртенген ба, жаңағы сондай бір зат болыпты. Бұл енді басында бізде бірден ойладық, орыстар осы жаққа қандай да бір не сұмдық істеп қойды екен деп. Сөйсек, онда ештеңке жоқ екен. Қазір мен жаңа ғана бір мақала тауып едім. Ой, болды, жарайды, бұны алып бардық. Қысқасы алдағы уақыт, міне бүгін июньнің 6-сы ма, 7-сі болып кетті. 7-ші июнь болып кетіпті бізде. Алдағы уақытта соғыста біз ойламаған 180 градустық сұрапыл өзгерістер болады. 180 градустық сұрапыл өзгерістер болады. Қайталап айтам, атом электр станциясына қауіп төніп отыр. Оны суытатын су жоқ. Бұл Еуропаны шошытатын бірінші оқиға. Енді Еуропа Американың алдына түсіп тұрып Украинаға көмектеседі. Бұл бір. Екіншісі, Американың Лавровқа берген жауабы. Енді жаңа Донецк, Луганск, Қырымда F-16 төбесінде ойқастайды. Барлық Ресейдің бір әскери нысанасы қалмай тасталған болады. Осы үш жерді қайтарып алу
тіпті басқа да жаулап алынған жерді қайтарып алу осы алда болады. Ал Ресейдің ішкі жағында, мысалы Белгородтан басталған мынау Ресей еріктілер жасағы енді басқа жердегі орыстарға да дем берсе, және әрине бұл жерде Украинада қолға түскен орыстар бар, соғысты қаламайтын орыстар бар, немесе мына Ресейдің империясын сақтап қалғысы қалатын орыстар, мейлі қай бағытта болсын, әйтеу Путинге қарсылардың барлығы бүкіл Ресейдің жерінде көтеріліс ұйымдастыруы мүмкін. Бірақ бұдан бір қауіп төнеді. Осы қарулы орыстың күштері Орталық Азияда ойран сала ма, салмай ма? Орталық Азияның қауіпсіздігі қандай болады? Бұл біздің келесі лекциямызда söyленеді. Аман сау болыңыздар, қалың елім қазағым. Бөлісіп, таратып, комментарий жазып, Фейсбукке бөлісіп, WhatsAppқа, Сигнал, Телеграмға бөлісіп таратыңыздар. Лайк басыңыздар. Міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Қайталап айтам, сіздің басқан лайкыңыз, жазған комментарийіңіз қазақ тілді контентте біздің лекциямыздың таралымын арттыруға көмектеседі. Біз YouTube-тың жарнамасынан ақша тауып отырған емеспіз. Сіздің басқан лайкыңыз, жазған комментарийіңіз бізге доллар болып, жарнама болып, табыс болып кірмейді. Біздің каналымызда жарнама жоқ. Мақсат қазақтың саяси, тарихи, танымдық сауатын көтеру, қазақты қайтадан ағарту. Саяси сауатты халық құл болмайды. Біздің күресіміздің мәні мен мақсаты да осында. Аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.